Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз түрік тәттісі миди баклава дайындайтын боламыз. Видео барысында 8 қамырды қалай бірден жаюға болады, гармошка шығару түрін сіздерге бөлісетін боламын. Бұл тәтті өте жұмсақ, хрустящий болып келеді. Қамырын дайындау үшін бізге 1 стакан сүт, 2 жұмыртқа, 50 грамм сары май, 50 грамм сұйық май, шым-шым тұз және алма шырыны керек болады. Bir жұмыртқаны қосып, екінші жұмыртқаның сарысын ғана қосамыз. Ағуызын біз начинкасына қолданатын боламыз. Сұйық майымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Пока қамырымызды тындырып қоямыз. Егер сіздерде блендер болмаса, осылай жаңғақты салафанға салып, оқтаумен естеңіздер болады. Бізде бұл жерде 300 грамм жаңғақ. Грецкий орегімізді ыдысқа салып, жаңағы ағуызымызды салып араластырамыз. Қамырымызды 8 бөлікке бөлеміз. Осылай қолмен шари жасасаңыздар болады. Пока қамырларымыз иі қанғанша сироп дайындаймыз. 500 грамм қантқа 400 грамм су құйып, лимонның жартысын осындай сығып саламыз. Немесе лимонды ұнатпасаңыздар, аз ғана қосуға болады. Сары майымызды ерітіп, бетіндегі көбігін алып тастаймыз, өйткені қамырға қап-қара дақ болып қалады. Бұл майды біз баклаваның бетіне құятын боламыз. Қамырымызды кукурузный крахмалмен жаямыз. Ұнмен жаюға мүлдем болмайды, өйткені ұнмен жайсаңыздар жабысып қалуы мүмкін. Крахмалмен жайса жабыспайды. Барлығын осылай домалақ етіп жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен барлық қамырды бірдей осылай
осылай жаямыз. Шет-шетін көбірек басамыз. Енді ұзын оқтауды алып, бірінен кейін бірін осылай ораймыз. Арасына крахмал жағуды ұмытпаңыздар. Бірін үстіне бірін осылай жайып, барлығын бірде қайтадан илейтін боламыз. Осылай жасасаңыздар, уақыттарыңызды да үнемдейсіздер. Және бұл қамыр өте жұқа жайылғандықтан біреулеп ұзақ уақыт алады. Қайтадан осылай бір-бірін орап шығамыз. Өте жұқа етіп жаямыз. Осылай қолмен істеп алсаңыздар да болады. Кейбір қамырлар осылай жыртылып кетуі мүмкін, ол еш нәрсе етпейді. Қамыр жұқа болғандықтан олай жыртылып кетуі де мүмкін. Осылай 3-4 мәрте қайталаймыз. Қараңыздар, өте жұқа, қолдың сызықтары көрінетіндей етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырларымызды енді гармошка ғып жасаймыз. Оқтауға осылай орап алып, осылай бір-біріне сығамыз, ығыстырамыз. Кейін оны ашатын боламыз. Гармошканы осылай жайлап ашамыз. Жақсылап ашып, бір-біріне тығыздап, бетіне начинкасын саламыз.
осылай пышақпен кесіп алып екі жағын қатты қысамыз, өйткені крахмалдан кейін қамыр жабыспай қалуы мүмкін, пісірген кезде ажырап кетуі мүмкін. Сондықтан қатты қысамыз. Баклаваларды бүйтіп төңкереміз. Осылай қысып төңкеріп аламыз. Ыдысымызды дайындап, шетіндегі артық қамырын кесіп тастаймыз. Бірінен кейін бірін ыдысымызға орналастырамыз. Менде екі ыдыс, осындай бір ыдыспен үлкенде тағы бір табақ, екі табақ баклава шықты. Орналастырып болған соң бетіне ерітілген сары майды құямыз. Бұл баклавалар өте дәмді, өте хрустящий, өте дәмді, тәтті болып шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз осылай. Беті қызарғанша, одан кейін дайын болған сиробымызды құйып 12 сағатқа тоңазытқышта қалдырамыз. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Жақындарыңыз айтарға сөз таппай қалады. Сізден жасап көруге мен кеңес беремін. Сіздермен болған Таңшолпан, назарларыңызға рахмет.